неден қорқамыз? Біз бірдеме ұрлап жатырмыз ба, әлде бір қылмыс жасап жатырмыз ба? Аяқтан шалу қазір де бар. Пенсионердің аяғын салады. Елжан Амантаевичтің осындай жағдайға түскеніне қиналам. Обал емес па? Әкемнің өлерінің алдында өз-өзіме ант бердім. Хирург болам, енді ісім өңеш сенімен болсын дегендей. Мен ковидпен ауырдым. 64% өкпе кетті. Өліп қала жаздап барып зорға шықтым. Кредитіңіз бар ма сонда? Немерелеріңізге алған? Я. Жас бала өсіп келіп, 17-18-ге келгенде айтады, ой, мен қазір қыз болуым керек екен деп. Егер Құдай сақтасын, бірақ сіздің немерелеріңіз, бір туысқандарыңыз мен осындай едім деп ақыл сұрап отса, сіздің бірінші реакцияңыз қандай болуы мүмкін? Мен бірінші реакциям оны өзгерту, оның психологиясын. Армысыздар, құрметті YouTube арнасының көрермендері. Біз бос сөз емес бағдарламасының кезекті шығарылымын түсіріп жатырмыз. Айнұр, біздің қонағымыз осы жолғы кім? Бүгінгі біздің қонағымыз бұрынғы денсаулық сақтау министрі, танымал трансплантолог, дәрігер Жақсылық Досқалиев. Қандай сұрақтарың бар еді өзіңнің? Жалпы трансплантология туралы сұрақтар өте көп. Ол кісінің қызметі туралы, яғни оңай қызмет емес, қарап тұрғандықтан, сондықтан сол қызметіне байланысты сұрақтар өте көп. Мен де жалпы ол кісі неге шаршамайды деген сұрақ қойғым келеді. Ендеше қонағымызды таныстырайық. Қарсы алыңыздар, біздің қонағымыз Жақсылық Досқалиев. Аға, қош келдіңіз. YouTube-тан қорықпай бізбен келіскенімізге, өйткені біздің көрермендеріміз әзірше аздау. Бірақ көрермендер қосылып отырыңыздар, қызық болса, наштегі пердешені бассаңыздар, біздің арнаға қосыласыздар. Сіз қалай қорықпай осылай келістіңіз? Өйткені қазақ спикерлері келіспейді көбісі. Неден қорқамыз? Біз бірдеме ұрлап жатырмыз ба, әлде бір қылмыс жасап жатырмыз ба, әлде заңға қайшы бірдеме жасап жатырмыз ба? Неден қорқамыз? Мен сізге осы интервьюді ұйымдастырғанда 3 апта бұрын хабарластым. Одан кейін де хабарластым. Сіз Қазақстанның анында жүрмін, мында бұрышында жүрмін, Ақтөбеде жүрмін, келгенде хабарлас дейсіз. Сіз гастрольдетіп жүрсіз ба? Гастроль емес. Енді мына кейбір аурулар бар ғой, әсіресе мынау. Ақтөбеде, соңғы рет Ақтөбеде болдым. Жалпы аға, сіздің бір сұхбатыңызда оқығанбыз, инженер болуды армандаған екенсіз. Өзіме де сол ойладым, мен осы бір инженер болам деп. Шымкенттің химика-технологиялық институты болды. Соған хат жазып, олар өзінің бағдарламасын беріп, соған дайындалып отырған адаммын ғой мен, 9-шы класста. Бірақ өкінішке орай әкеміз ауырып қалды. Өңешінен рак болды. Ол кісі қиналып, ол деген енді аштан өлетін ауру ғой. Ешкім көмектесе алмайды. Түсіндіңіз бе? Бір қасық суды іше алмайды. Сосын енді әкемнің бұл дүниеден кететініне көзім жетті менің. Өткен тұра алмады ана кісі. Содан кейін енді әкемнің өлерінің алдында өз-өзіме ант бердім. Мен дәрігер болам, хирург болам, осы өңешпен, енді ісім өңеш сенімен болсын дегендей. Енді қараңызшы, боз баланың, қазір мысалы ондай боз бала айта аламын, оны айта алмаймын, мен білмеймін. Содан кейін енді үздік бітірген балдарды қалдырамыз деген институтта. Кафедраларда, жаңағы теоретика кафедра ғой. Мен айттым, жоқ, мен хирург болам деп өзім ауданыма барып, сол жерде қызмет жасадым. Алғашқы операцияңыз өңешпен болды ма? Жоқ, Москваға деп, Москваға клиническая ординатура дейді, соған өшім жолым түсіп, соған түсіп кеттім. И Москвада сол мен оқыған жерде Всесоюзный научный центр хирургии дейді. Сол жерде профессор Черноусов деген бар. Ол өңешпен ойнайды. Біздің тілде, хирургия тілінде айтқанда, өңешпен ойнап жұмыс жасайды. Вот содан әдісін үйрендім. Бірақ мен басқа отделениеде болдым, жаңа печень, поджелудочная железа деген басқа отделениеде. Ананда қатар егеруге тура келді. Бітіріп келгеннен кейін, кандидат наук болғаннан кейін, мен ол өңешпен айналыстым. Алматыға, Сызғанов атындағы хирургия ғылыми зерттеу институты болды, соған
ауыстым. Ол жерде де өңешпен жұмыс жасайтын жігіттер болды. Ақыр аяғында не керек, өшім? Қазір мен өңешпен ойнап тұрып жұмыс жасайтын болдым. Әкеме берген антымды мен орындадым. Алғашқы скальпельді? Алғашқы скальпель ол 6-шы курста болды. Менің как раз мен дежурствоға көп баратын едім. Өйткені үйрену керек деген секілді. Общежитие жатқанда не бітіресің? Сол мен туған күніме мен дежурствода болдым. Сол туған күнімде как раз аппендицит болып, анау дежурный врач дейміз ғой. Соған айттым, мен бүгін туған күніме жасайын деп. Жаса деді. Өзіңізге өзіңіз сыйлық жасадыңыз. Елеусинов деген Ақтөбеде қазір ол кісі бар. Жасыңыз қаншада ол кезде? Енді 6-шы курста нешеде? 21 ма екен, 22-де ма? Сондай кезде сізге сыйлық, ең күшті жасалған сыйлық қандай? Ең күшті жасалған сыйлық мен кабинетімде тұр. Бір қыз бала бірнеше рет мынау қанады. Ана операциядан кейін менің алдымда жасаған операциялар ғой. Сол енді мынау альвеококоз деген құрт бар, бауырды жейтін. Сол анау нижний полый вена дейді. Содан қан кетіп, түннің ішінде мен келіп, соны тоқтаттық. Не керек? Жазылып кетті. Біраздан кейін келіп тұр, жаңағы жүрек салған, енді өз қолымен вышивка дейді ғой. Соны жазып қойған, спасибо за жизнь деп, мен кабинетімде тұр. Одан артық сыйлық жоқ. Қазір трансплантация мәселесіне келетін болсақ, елдегі трансплантация жасау жағдайы, яғни қаншалықты дамып келе жатыр? 30 жылмен салыстырайықшы, бұрын біз бастап кезде бүйрек пен бауырға жасайтынбыз, жүрекке. Қазірдің өзінде сол деңгейде қалдық па, жоқ әлде біз біршама оздық па, жоқ, мүлдем бір деңгейде тұрмыз ба біз? 30 жыл деп айтып қойдыңыз ғой. Біз бұрын тек қана бүйрекке пересадка жасайтынбыз, трансплантация. Оның ішінде де мәйттен әбден өліп, биологиялық өлім болғаннан кейін мәйттен алып тірі адамға салатын едік. Оның нәтижесі әрине онша жақсы болған жоқ. Жылына көп дегенде бір 20-22 трансплантация жасайтын едік. Көп дегенде. Бұлай одан да аз болатынды. Қазір? Қазір, мысалы, жүрегі ауру адамға ол салынады. Бүйрек пен бауырды, енді әр кеткенде 12-18 сағат бойы сақтап, содан кейін салуға болады. Өкпені 4 сағаттың ішінде салу керек. Түсіндіңіз бе? Алғаннан кейін салу керек. Мінеки осыны 2020 жылдан бері осы біздің Қазақстанда жасалып жатыр. Егерде бұрын тек қана Алматыда жасалатын болса, ғылыми зерттеу институты Сызғанов атындағы хирургия институтында жасалған болса, қазір Ақтөбеде жасалынады, Шымкентте жасалынады, өңірлер. Өскеменде 2 рет жасалынды, Таразда жасалынды. Астананың өзінде 2 жерде қазір жасалынады. Ана мен балада бүйрек пен бауыр. Сәбилерге? Сәби емес, енді сәби жасөспірім балалар дейік. Өйткені оларға ересек адамның бүйрегін салынады. Сәбиге сыймайды ішіне. Содан кейін мынау научно-исследовательский институт онкология, трансплантология дейді, ғылыми зерттеу институты бар. Сол жерде жасалынады. Және де мына кардиология центрі профессор Пяда өкпемен жүрек салынады. Демек, Астанада 3 жерде салынады деген сөз бүгін таңда. Жалпы, қазір жақында ғана енгізді ғой, мәйіт донорлығына тірі кезінде келісім беріп кету деген. Соған қарсы адамдар қазір енді жетерлік біздің қоғамда. Жалпы көз қарасыңыз қалай сіздің? Ол енді қараңыз, біздің қоғам әлі дайын емес.
әрине қарсылары да бар, қарсы емесі де бар. Бір мысал келтірейін. Осыдан 5-6 жыл бұрын жалғыз баласы, бір былай айтқан апаның жалғыз баласы жұмысқа кетіп бара жатып құлап, жарақат алып миына. Сонда железнодорожный больницаға жатқызып, сол жерде ота жасап, ота жасағанда уже миы қысылып қалған, миы өлді. Содан кейін ана кісіге барып, 70-тің үстіндегі кісі, соған барып сұрадық. Апа, мынау балаңыз о дүниелік болып кетті. Бірақ бұл әлі 5 адамның өмірін созалады. Сіз бірге рұқсат бересіз бе? Жүрегін, өкпесін, бауырын, жаңағы бөтекесін алуға деп. Сонда ана кісі айтты, менің балам тірі кезінде барлық адамдарға көмектесетін еді. Ал өлгенде де көмектесетін болса, алыңдар деді. Мінеке, сол апаға мен басымды ием. Медицина саласымен айналысатын тек қана осы дәрігерлер болу керек деп санаймын. Өйткені кейбіреулері я білімі жоқ, я көргені жоқ, я тіпті бұл саладан тіпті басқа нәрсемен айналысатын адамдар келіп алып өзінің сөздерін айтады. Мысалы, вакцинацияны алайық қазір, Қазір COVID-19 деген ол өте қатерлі инфекция. Мысалы айтайық, Кеңес Дүйсекеев, ондай композиторлар бірең сараң болады. Академик Сағадиев, ол енді ғұлама, жақсылық күшкен беріп алайық. Мысалы, осы журналистердің арасында қаншама біздің профессор Батпенов, енді 10 саусағынан бұлай айтқанда балтамған жігіт. Профессор Иманқұлов, тағы да көп врачтар кетіп қалды. Мінеки, соны біле тұрып, я мүмкін білмей тұрып, кейбір азаматтар аузына келгенін айтады. Ойбай, вакцина керек емес екен жасау, вакцина бізді өлтірейін деп жатыр екен, біз вакцина жасасақ ертең өліп қаламыз екен, біздің жаңа ұрпағымызға сөйтеді екен, бүйтеді екен деп. Зерттелінбеген нәрсе, тіпті болмаған нәрсені соны келіп ұйтқытап, жасамаңдар, істемеңдер деп қайта осы WhatsApp-пен келе ма, басқа мына ғаламторда жазып. Бүгінгі таңда айналайын, бұл коронавирусқа қарсы COVID-19 деп санаймыз ғой. Оған қарсы әрі дәрі жоқ, әлі табылған жоқ. Бірақ алдын алу үшін вакцинациядан артық ештеңе жоқ. Вакцина алған адам, ол оны коронавирус жеңе алмайды. Өйткені адамның иммунитеті қарсы тұра алады. Демек, адамның өмірі сақталынады. Вакцинаңда түрі көп. Pfizer деген бар, шетелде жасаған. Және де біздің өзіміздің жасалынып жатқан вакцина бар. Ол бір емес 3 вакцина бар. Соның ішінде біреуісі бүкіл этаптан өтті. Алла жазса ертең мамыр, сосын маусым айында халыққа таратуға болады. Жасалған адамның біреуде жаңағы өліп қалған жоқ. Ешкімде аллергиялық реакция болған жоқ. Бұлар біздің қазақстандық ғалымдардың жасап шығарған дүниесі. Бұны жасау үшін бұлар 2 күн, 3 күн емес. 1 жыл келіп болды. Көптен бері жасалып келе жатқан нәрсе. Әдіс, көптен бері тәжірибе барлығын жинап, осыны жасап отыр. Бұған біз қуануымыз керек. Әр елде жасалынып жатқан жоқ вакцина. Әр елдің енді қасымыздағы көрші елдерді алайық, алысқа бармайық. Оларда жасалынып жатқан жоқ. Қазақстан жасап шығарды. Жасатқым келмей қой, жасалмай-ақ қой. Бірақ мен айтайын, мен басымнан өткен нәрсе. Мен ковидпен ауырдым. 64% өкпе кетті. Өте қиын инфекция. Мен өліп қала жаздап барып зорға шықтым.
Ауруханаға жаттыңыз? Иә, мына жаңа инфекцияға жатып. Ол былтыр Модулға. Июльде жаттым, июльде. Өліп қала жаздай, мен ойладым енді өлдім деп. Өйткені ауа кірмейді, ауа жоқ. Ана берген кислород бір жарты сағаттан кейін адам басына ортады. Түсіндіңіз бе? Ең қиын мынау адам тынысы тарылған, одан қиындық жоқ екен бұл өмірде. Мінекей. Ал батыр болсаңдар, пожалуйста, ауырыңдар. Бірақ бұл аурудың, коронавирусный инфекцияның кейін әсерлері бар. Адамның давлениесі, бауырға шабады, бүйрекке шабады, жүрекке шабады. Менде аритмия болды. Түсіндіңіз бе? Адамның көзіне шабады, миына шабады. Сондай жағдайда мен өткен адаммын. Сондықтан айтып отырмын, бүкіл халыққа айтам. Алып қашпа әңгімеге, бос сөзге ермеңіз. Өйткен деген. Ол жаңа артқа тарту, теріс жолға салу деген ол жақсы нәрсе емес. Түсіндіңіз бе? Осыған орай мен халыққа айтатыным, вакцинациядан қорықпаңыз, вакцинация жасату керек. Дұрыс айтып отырғаныңыз. Сіз өзіңіз таңдау салдырасыз ба, жоқ әлде салдырып Менде қазір антитела көп, 4,5. Сондықтан мен даже донор болып плазма тапсырғанмын жазда. Менде 13 болды антитела. Сон біреуге керек па деп, керек болар деп 600 мл мен плазма тапсырып қойдым. Біреуге қиналып атқан адамға жасаңыз деп. Мен жаңа бірінші группа ғой. Соңғы рет мен тексергенде осы бір ай бұрын 4,5, 2 жетеді адамға. Ары қарай көреміз. Егерде азайса, 2-ден төмен болса, обязательно жасатам. Қолыма не тиеді, соны жасатқызам. Спутник па, спутник, біздікі ма, біздікі. Мен таңдамай жасатам. Өйткені мен білем, бұл вакциналардың жаңағы несі, зияны жоқ адамға. Көрмейсіз бе? Енді беті қашан қайту мүмкін? Білмеймін мен қашан қайту мүмкін екен, бірақ енді егерде біздің әр популяция дейміз ғой, әр ел 70% адам иммунитеті болса, бұл вирустың беті тоқтайды деген болжам бар. Бұл тоқтайды, ары қарай өзі жаңағы енді адамнан адамға жұға беруін тоқтатады деген сөз. Бірақ бұл вирус болғаннан кейін, бұл тірі жан, бұл бізбен бірге әлі біраз жыл болады деп санаймын мен. Грипп сияқты болып кету мүмкін бе? Мүмкін. Қазір пандемияның, коронавирустың әсері әр салаға өзінің бір кері әсерін тигізді ғой, трансплантация саласында. Қандай кедергілер болды? Дұрыс айтасыз, өйткені мынау ең бірінші, мынау осы пандемия, коронавирусқа пандемия ғой, содан кейін мына карантин болды ғой. Карантин болған кезде, мынау ковидпен ауырған адамдардың саны көбейіп кеткенде, көп стационарлар мынау былай плановый госпитализация дейміз ғой, жоспарлы госпитализациясын тоқтатты. Соның ішінде мынау трансплантация саласы да тоқтады. Осы қараша айына шейін барды ғой. Санаңыз. Наурыздан қараша айына шейін трансплантация жасалынған жоқ. Кезекте тұрған адамдар не істеді? Кезекте тұрған адамдар, кейбіреулер қайтыс болды, кейбіреулер әлі кезекте тұр. 3,5 мың адам кезекте тұр. Бауыры бар, өкпесі бар, бүйрегі бар деген сияқты. Көбісі қайтыс болды, бірақ орның орнына бұл жаман жері сол ғой. Қайтыс болғаннан кейін, оның орнына басқа адам ауырып келеді. Солай мынау кезек алмаса береді. Ал енді мен айтайын сізге, соның саңы егерде бұрын, мысалы 19-шы жылы, 18-шы жылы, 17-шы жылы жылына 300-ден 310, 320 трансплантация жасалатын болса, соның ішінде бауыры бар, бүйрегі бар, жүрегі бар, өкпесі бар. Былтыр осының саны
60-тан асқан жоқ қой. Түсіндіңіз бе? Біз осы бір жақында бағдарлама жасаған кезде мамандардан сұхбат алдық қой. Сол кезде трансплантация саласында мамандар тапшылығы бар деген айтылды. Сол жастар не себептен бұл салаға аз барады, жалпы баршылық па қазір жас мамандар? Бұл былай ғой, бұған енді үлкен әсер тигізіп кеткен. Өздеріңіз білесіз, осыдан 2 жыл бұрын біздің 2 трансплантологты жауып тастады. Сол жаңағы заңды бұзды, содан кейін жаңағы шетелдің адамдарына операция салды деп, айтпаған жоқ. Қазір 2 азаматымыз, 2 хирургымыз, 2 трансплантологымыз ақталып шықты. Сот ақтап шықты. Өйткені барлығы да заңды түрде болған нәрсе. Түсіндіңіз бе? Бұл трансплантологтың кінәсі жоқ. Ал оларды мысалы енді қамағаннан кейін бүкіл сол салада істейтін адамдардың бәрін жаңағы неге шақырды ғой? Допросқа. Содан кейін көбісінің райы қайтып қайды. Ойлайды, маған не керек бұл? Басымды қатырып деп. Түсіндіңіз бе? Көбісі. Содан кейін жас мамандардың, тіпті жас мамандарды бұрын бұлай енді өздері келіп, өздері бұлай ықыластанып жүрген адамдар теріс қарап кетті. Енді осы жақында ғана ғой, осы жігіттерді ақтап шыққанына. Олар жұмысына қайтадан оралды ма? Жоқ. Қайтадан оралды. Оралмаймыз деген жоқ. Жоқ, оралды, қайтадан оралды. Олардың кінәсі қандай? Қайтадан жұмысына оралды, қайтадан қызметіне кірісті, қайтадан қызметін жасап жатыр. Енді осыдан кейін ана жігіттерді, басқаларын қайтадан шақыруға тура келеді. Есіңізде ме, қоғамда осыдан бір 3-4 жыл бұрын паспортқа мен трансплантологияға қарсы емеспін, мен донор болғым келеді деген пунктті енгізейік деген мәселе көтерілді. 2 жолы бар. Бірінші жол, қазір ЕГОВ деген бар ғой. Сол жерге, порталға өзіңіз жазасыз, жаңағы личный кабинетіңізге кіріп, донор бола аламын деп. Донор болмаймын дейсіз. Дәрігер соны көреді да? Бұл донор болмайды дейді. Донор болатын бөлек жаңағы тізімге кіреді. Ол құпия, ешкімге айтпайды. Осындай донор болады. Екінші жолы, өз поликлиникаға келіп, учаскелік дәрігерге айтасыз, мен донор болғым келеді дейді. Сізді толық зерттеуден өткізеді. Егер де сіз организміңіз ешқандай ақауы болмай донор бола алатыныңыз болса, айтады, сіз донор бола аласыз деп. Сізге сөйлейді, және де сіздің туысқандарыңызға айтады, мінекей, осындай адам бізге келді, зерттеуден өткізді, донор болам деген өзінің көңілін айтты, мінекей, бұл кісі донор болады деп. Туысқандарыңызға да сондай жаңағы информацияны жібереді. Біз енді қазір бастағаннан кейін бұны ауыстыруға болады. Мысалы, бүгін донор боламын, бір жарты жылдан кейін мен айнып кетуге де болады. Онда алып тасталынады. Одан кейін қайтадан айнып кетіп қайтадан? Жоқ, сондай болады. Өйткені мынау адам бұған үйрену керек. Түсіндіңіз бе? Зорлағаннан ештеңе шықпайды. Бұл қоғамды үйретудің бір әдісі дейсіз ғой? Зорлағаннан ештеңе шықпайды. Әр нәрсе келісіммен болса, одан артық ештеңе жоқ. Сондықтан қоғам үйрену керек бұған. Ал бізде қазір қалай? Қазір осылай бізде. Егерде мәйіт болса қазір, мәйіт деп санайық, адамның миы болып мәйіт болатын болса, біз бірінші қараймыз, ол донор бола ма, бола алмай ма? Егерде донор болатын болуға бола алады деген шешім қабылдасақ, онда туысқандарын айтамыз. Осындай болып қалды,
мінекей бұл донор бола алады, бізге рұқсатыңызды беріңізші деп. Кейбір адамдар береді, жақсы деп. Кейбіреулері қарсы тұрады. Қарсы тұрғанда да кәдімгі балағаттап кетеді. Ал пациенттің өзі қолхат берсе, одан кейін туыстар қарсы шықса, Тірі кезінде қолхат берсе, басымдық соған беріледі ғой, басымдық соған береді. Ол анау нелері, туысқандары не айтса ол айтсын. яғни заңды Адам күші өзі мынау. шешіп қойды. Адам өзі шешкеннен кейін, адамның өзінің шешіміне ешкім қарсы тұра алмайды. Енді қазір басқа тақырыпқа ауыссақ, қазір жалпы шетелге кетіп жатқан дәрігерлерге сіз қалай қарайсыз? Мысалы, қазір Дубайда да шақырды, арнайы виза ашты, мықты дәрігерлерді шақырып жатыр, Қазақстаннан да шақырып жатқандар бар. Кетіп жатқан бізде жастар да көп. Неге біз дәрігерлерді ұстай алмаймыз мына жерде? Ол енді бірнеше бұның астарында бірнеше нәрселер жатыр. Ең бірінші, біз мынау хирургия саласын айтайыншы, тіпті дәрігерлер саласын айтайыншы. Дәрігердің күн көру қиын. Мінекей жаңа ғана институт бітірген жас дәрігер 60 мыңнан артық айлығы жоқ. Осы Астанада, Нұр-Сұлтанда 60 мыңға күн көре ала ма адам? Көре алмайды. Бір 5 жылдан кейін оның айлығы 150 мың теңге болсын. Оның күн көруі бола ма? Семьясы бар, басқасы бар. Күн көре алмайды. Сол емес пе? Екінші мәселе үй мәселесі. Үй мәселесі, ипотека аласың ба, басқа аласың ба дейді, ол қаражаты болмағаннан кейін қалай ипотека болады? Түсіндіңіз бе? Үшінші мәселе, енді семья болғаннан кейін балалары бар, басқа жаңағы шығын бұлай тұрсын, бірақ басқа жаңағы социалдық көмек керек қой, детсады бар деген сияқты басқасы бар. Бізде бұл әлі шешілмеген. Шешілсе де әлі жөнді шешілген жоқ. Осыған орай жастар арасында да кетіп жатыр. Өкініш. Сіздің алдыңызға келіп сондай бір жас кетем деп тұрған, сіз тоқтатуға тырысасыз ба? Әрине, мен тоқтатуға тырысым. Мен жаңа неге айтып жатырмын осын? Маған келгеннен кейін мен айтам ғой, не істейсің ояққа барып? Не істейсің? Осы елде де соны айтады, аға дейді. Мынау мен осындай қаражатпен күн көре алмаймын ғой. Енді әке шешем, мысалы қазақтарда бірнеше баласы бар ғой. Әке шешемнің басқа балалары да бар ғой деп сөйлейді. Мен бизнеспен айналыса алмаймын дейді. Мен білетін мына дәрігерлік жұмыс, осыны оқыдым, бірақ мынаған мен күн көре алмаймын деп. Солай емес пе? Дұрыс, дұрыс. Ал дәрігерлердің жалақысын орта есеппен 2025 жылға қарай 500 мыңға жеткіземіз деген бұл. Енді ол болжам ғой. Үкіметтің жоспары. Ол болжам, енді мынау үкіметтің жоспары, ол бағдарлама бойынша. Біз енді 2025-ті айтып отырған жоқпыз, бүгінгі таңда айтып отырмыз ғой. Солай ма? 2021-де. 2021-дегі қазір кетіп жатқан врачтардың аузынан шыққан сөз сол. 2025-ке барғанда Алла өмір берсе, тағы да жиналып сұхбаттасармыз. Тіпті бізде профессорлардың өзі қанша алады, мысалы, сіз құпия болмаса? Мен пенсиям бар, 160 мың теңгедей. Содан кейін жаңағы мынау полставкаға мен хирург болып істеймін. Сол где-то 240 мың теңгедей. Санаңыз, 400 болды ма? 400-ден сәл асады, сол. Отбасыңызға жете ме? Немерелеріңіз бар, компьютер Ол маған енді уже боларым бол, бояуым сіңген адам, мысалы. Бір костюмді 5-6 жыл кием. Ол немерелерге қой, мысалы. Атамаған анау керек, атамаған мынау керек деп. Не сұрайды сонда сізде, атамаған мынау керек деп? Барлығын сұрайды. Маған гироскутер керек, маған анау керек, соған барып жаңағы қазір мечта деген дүкенде
бірнеше банктер ашып қойған екен, кредит беретін. Кредитіңіз бар ма сонда? Немерелеріңізге алған? Иә. Немерелеріңіз қанша жасар алғанда? Олар үшем ғой енді. Қазір 7 жаста 1-ші класста оқиды. Қазір мен үйретеді олар. Үшемге ата болған қызық шығар. Өте қызық. Олар күнде концерт қояды. Сол концертін көріп отырамыз. Бесплатный концерт. Үшеуінің айырмашылығы қандай? Мінезінде... 1,5 минуттен ғой арасы. Арасы 1,5 минуттен. Мінезі үшеуінің 3 түрлі. Болашақта кім болған қалайсыз олардың? Сіздің жолыңызды қуған. Сіздің жолыңыз қуып келе жатқандар бар, балаларыңыздың арасында. Екеуі ер бала, біреуі қыз бала ғой. Соның ішінде енді ер баланың біреуі мен қасымнан кетпейді, мынау не деп жаңағы кітаптарды шұқиды. Ойлаймын, болашақта ол осы врач болады шығар деп. Әкесі врач, нейрохирург. Врачтардың династиясы шығып келе жатыр деген, дәрігерлердің. Солай болып келе жатыр, иә. Енді сіз министр болып 2 рет отырдыңыз, иә? Иә. Қателеспесем 2 рет отырдыңыз. Иә, 2 рет. Сіздің бастапқы кезіңізде ол агенттік болатын, иә? Денсаулық сақтау агенттігі, одан кейін министрлік болып қалды. Сол кезде, бірінші кезде қандай жұмысты атқардыңыз, екінші кезде қандай жұмысты атқардыңыз? Қазір ішіңізден қап дейтін кездеріңіз бар ма? Мен мынаны министр кезінде орындай алмадым ау, қазір бүйтіп істейтін едім, неге қазір үкімет бұлай істеп отыр деген сияқты? Жоқ, ол бұлай ғой. Өзіңіз білесіз ғой, мынау елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1997 жылы Қазақстанның даму стратегиясын 2020 жылға шейін даму стратегиясы деген стратегия шықты. Есіңізде шығар, әлде оқыған шығарсыз. Мынау бүкіл біздің экономиканың дамуы сол стратегияға байланысты жүріп келе жатыр ғой. Дегенмен қазір арманыңыз бар ма? Біздің қазақ медицинасы мынандай болса екен дейтіндей. Ол деген медицина бір жерде тұратын нәрсе емес. Ол күнде-күн дамып атқан сала ғой. Біздің өміріміз сияқты. Күнбе-күн дамып атқан. Ол жаңағы неке бір планка қойып, содан аспайым деген ондай емес. Күнбе-күн дамып атқан. Соның ішінде медицина саласы. Енді қазір трансплантация саласын қарасақ, жасушадан орган өсіруге болады. Түсіндіңіз бе? Біздің Қазақстанда жасушамен мен айналыстым. Соның ішінде 6 жаңағы түрі бар жасушаның. Жақында осы жігіттер мемлекеттік премия алды сол жаңағы сала бойынша. Нақты қай органды өсіруге болады екен? Бүйрек, бауыр, алқабез, щитовидная железа дейміз. Сосын қант диабетінде жаңа ұйқы без. Содан кейін жаңағы шеміршектер. Содан кейін жүйке, спинной мозг. Адамға салынып көрді ме осы уақытқа? Әрине, қазіргі таңда 10 мыңнан астам сол адам осы жасушамен емделіп жүр. Феталдық жасуша дейді. Бұл енді абортный материалдан жасайтын ғой. Кезінде мен осымен айналысып, кезінде осыған 40 пышақ болғанбыз. Қазір ол енді бүкіл әлем мойындап отырған нәрсе. Енді оны ары қарай дамытуға болады. Бір жасушадан, мысалы, бүйректің жасушасының бүйректі өсіруге болады. Әрине, ол үлкен қаражат керек, көп қаражат керек, лаборатория болу керек. Бауырдың жасушасынан бауырды өсіруге болады. Басқа жасушалардан басқа нәрсені өсіруге болатын қазір биотехнология соған жетті. Біздің Қазақстанда мамандар бар. Менің арманым, Құдайға шүкір. Менің арманым осы Қазақстанда да жасалса екен, сонда біз мәйіттен сұрамаймыз. Орган берші, бермеші деп. Жалынып жүрмейміз. Жалынып жүрмейміз. Жасушалар өсіп тұрады. Қалағанды аласың. Кімге қандай керек алып, салып бересің. Ары қарай өмір сүре бер деген сөз. Осыған енді үкімет ақша сұрап жатыр ма? Жоқ, әлде әрдайым сіздер сұрайсыздар ма? Ақша беріңдер, ғылымға ақша беріңдер. Қараңыз,
қазір дамыған елдерде де бізде де әр тиын саналады ғой. Бұны қайда жұмсайсың? Бұның нәтижесі қандай? Әр салған тиын өзінің нәтижесін беру керек. Егерде осы салаға тиын салса, ол үлкен нәтиже береді деп санаймын мен. Кезінде мен жасушамен айналысқанда көптеген профессорлар қарсы тұрып, болмайды, бұл деген жаңағы зиян болады, анау да, мынау да деп қарсы тұрып, тіпті шу шығарып, солай қылған. Сонда білесіз бе, кім осы жасушаны Қазақстанда сақтап қалған? Білесіз бе кім? Ол біздің президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Елбасы. Мен сол кісіге бардым. Сол кісіге барып айтқанда, біз екеуміз екі ғалым секілді сөйлестік. Менің таңғалғаным, о кісі ана жасушаны кейбір біздің профессорлерден артық біледі. Мен ештеңе қосып тұрған жоқпын, жағымпазданып тұрған жоқпын. Мен жасым пенсияда, бірақ сіздер білуіңіз керек. Маған қажет емес деңізші. Маған жағымпазданудың қажеті жоқ. Иә, қажеті жоқ. Мен жасадым. Просто мына халық білу керек, сендер мына жастар білуіңіз керек. Елбасы не деді сізге сол кезде? Сонда елбасы айтты, мынау дұрыс, осыны ары қарай дамыту керек, керекті қаражатын бергіземін деп. Кім екенін айтпайын, бір министр тоқтатып тастады бұны. Ол қай жылдары? Қайтесіз қай жылдары? Өзіміз санап аламыз. Тоқтатып тастады. Сонда осы біздің президентіміз араша түсіп, ол министрге айтты, тоқтатуға болмайды деді. Мен 8 жыл бойы бұл жұмысты байқап қарап жүрмін. Және де осы жасуса алған адамдар жұмысқа кіріскенін мен білемін деді. Сондықтан тосқауыл қоймаңыз деп айтты. Айтты, істетті, істедіңіздер. Істетті. Қазір істедіңіздер, жұмыс жүрді. Жасап жатыр, қазір енді, слушай, ол мына әлі, егерде біз сол кезде кішкене жаңа кідір тоқтап қалмағанда, мүмкін одан әрі дамып кетеді. Иә, бұдан да әрі дамып. Сонымен айналысып ары қарай жүргізген адамдар Нобель сыйлығының лауреаты болды. Былтырғы жылдың осы 5-6 менің ішінде шәкірттерімде бар, мемлекеттік сыйлық лауреаты болды. Сізге бірдеңе бұйырды ма? Мен итақты мемлекет сыйлықтың лауреатымын. Одан кейін шәкірттеріңізге алғысын айтып. Солардың лауреат болғандары менің төбем көкке жетті деген сөз. Түсіндіңіз бе? Сол кезде менімен жаңа арпалысқан адамдардың бәрі жөніне қалды. Қазір ұяла ма? Көрген кезде беттеріне басасыз ба? Мен ондай адам емеспін. Маған не керек ол? Сонда да не керек ол? ұялтып жүргің келеді ғой деген ғой. Ұялтып жүргің келеді ғой. Сен сол кезде сөйтіп едің. Ол не керек ол? Адам өзіне өзі ұялады. Ұяты бар адам өзі ұялады. Ұяты жоқ адамды сен 10 жерден ұялтқанмен бір құлаққа кіреді, екінші құлақтан шығып кетеді. Жалпы сіз осы жұмыс тәжірибеңізде қанша дегенмен басқа дәрігерлерге қарағанда медиа жақсы көретін дәрігерлердің бірісі ғой. Жалпы аяғыңыздан шалған адамдарға өкпеңіз, ренішіңіз, жалпы аяғыңыздан шалған адамдар болды ма? Жеткілікті. Мен оларға ренжімеймін. Аяқтан шалатын адам, ол жүйкесі ауыратын адам деп санаймын мен. Ауру адамға кісі ренжиді ме? Енді бұнан сұрамасам болмас, енді жалпы сіздің басыңызға іс түскен кезде, сіздің өзіңіздің де кінәңіз болды ма, жоқ әлде дәл осы аяқтан шалғандардың кесірінен болды ма сол оқиға? Мен айтамын сізге, менің кінәм ол жерде болған жоқ. Дегенмен аяқтан шалу болды. Аяқтан шалу қазір де бар. Пенсионердің аяғын шалады. Сонда не істейді? Кішкене ашып айтыңызшы, құпия болмаса, мысалы. Ол керек емес әңгіме, қайтесіздер. Сол кездері жаңа достарыңыздың, таныстарыңыздың арасында басыңызға түскен кезде сізбен араласпай кеткендер болды ма мысалы? Болды. Араласпай кеткендер, тіпті сөйлеспей кеткендер.
Тіпті табалағандар да болды. Бірақ қасыңызда қалғандар бар ғой. Қасымда қалғандары бар. Ахмет Байтұрсыновтың айтқан сөзі бар. Мен сотта да айттым. Қинамайды абақтыға жапқаны, қиын емес дарғасқаны атқаны. Маған ауыр осылардың бәрінен өз ауылымның иттер үріп қапқаны деп. Одан артық ешкім айта алмайды. Абақтыда жатқан кезде не ойладыңыз көбіне? Әлде кітап оқыдыңыз ба? Қалай уақытты өлтірдіңіз? Мен абақтыға жатқанда бір жақ, бір қол, бір аяғымның жаны келмей қалды. Істемей қалды ма? Парализовация етіп қалды мен. Осы жерім тезірек бұрынғы қалпына келсе деп соны ойладым, басқа ештеңе ойлаған жоқпын. Шыққаннан кейінгі этапты айтыңыз, сіз өз-өзіңізге қалай келдіңіз? Қайтадан жұмысқа кірісу үшін қандай күш керек болды? 100% өз-өзіме келген жоқпын, оны алдау керек емес. Әлі мына қолда да бар, мынандай аяқта да сілтейтін бар деген секілді. Бірақ жұмысқа бұл енді көп мешайт етпейді ғой. Ол бір. Екінші, адамның өзінің күш жігері болу керек. Менің әкем соғысқа қатысқан адам. Оң қолы мына жерден жоқ. Мына сол қолында 4 саусақ. О кісі ешқашанда мен мүгедекпін, маған көмек бер, мен жаңағы сүйре деген адам емес. Барлығын өзі жасады. Барлығымызды аяғымызға тұрғызды. Түсіндіңіз бе? Менен үлкендердің барлығына да жаңағы жоғары білім алып берді. Мен қарындасым, мен 9 оқимын, қарындасым 7 оқиды, біз қалдық. Бірақ ана кісінің жігері мен көз алдымнан кетпейді. Ешқашан да ешкімге ол жаңағы мен қолым жоқ екен ау, маған жаңағы көмек беріңіз, жаңағы ешкімге не қылған адам емес. Барлығын өзі. 4 саусақпен өзі жасайды бәрін. Мына шолақ, мына жерден жоқ қолмен шөп шапқан адам. Оны қазір не кішкене аяғы ауырса, аяғым ауыр, тұра алмайым, жүре алмайым, үкіметтен маған көмек бер, не бер дейді, ол болмайтын нәрсе ғой. Енді аяқтан шалу демекші, қазір енді бұрынғы министр Біртановтың да жатқанын білесіз ғой, ол кісінің де басына іс түсіп жатыр. Сіздің ойыңызша, жалпы қалай қабылдадыңыз бұл жаңалықты? Қиналдым мен. Өте қиналдым, қазір де қиналам. Елжан Амантаевтың осындай жағдайға түскеніне қиналам. Гәп неден кетті деп ойлайсыз? Ол кісі де сол аяқтан шалу ма? Білмеймін, мүмкін солай шығар, білмеймін. Мен анығын білмеймін, содан кейін бірақ қиналам. 5 баласы бар. Кішкентай балалар, әлі аяғында тұрмаған бала бар. Қараңызшы. Обал емес па? Обал ғой. Обал, иә, обал. Ол рас. Ал, керемет семьядан шыққан бала. Әкесі қандай, мамасы қандай. Барлығы дәрігерлер семья. Дәрігерлер, бұлай айтқанда өзі өте сауатты жігіт. Ағылшын тілін меңгерген, қазақша, орысша, өте сауатты жігіт. Ол енді менімен бірге қызметтес болды ғой. Зам министр болды менің кезімде. Өте бұлай айтқанда дарынды жігіт, дарынды. Қабырғам қайысады соны жаңағы қиналып атқан, енді мен білем ғой ол қандай зат екенін. Тілегім бір ақталып шығып кетсе екен деймін. Иә, оны біз де тілейміз, журналистер қауымы да тілейді оны. Иә. Жалпы министрлер, ол кісінің тергеуге қарасаң, ол құжатқа 500 миллион теңге жымқырылды деген құжатқа қол қойылған дейді, таран-таражға сарылған. Жалпы қаржылық құжаттарға министр қол қоя ма, жоқ әлде оның орынбасары қоя ма? Жоқ, енді ол әркім орынбасарлардың да несі құқы бар, қол қоюға. Қол қоюға құқы бар орынбасарлардың да. Әр орынбасар өзінің саласына қол қояды. Түсіндіңіз бе? Бірақ жауап министрден.
қол қойсын қоймасын министрден жауап алмау. Жауап содан, иә. Бұл енді министрлік жұмыс, ол өте қиын жұмыс, ол бұлай пышақтың жүзімен жүргендей. Түсіндіңіз бе? Енді біреу бірдеме істеп қойса, қазір білесіз ғой, мысалы облыстың әкімі, бір ауданның бір әкімі бірдеме істеп қойса, соған жауап береді. Солай ғой заң деген. Иә, солай. Солай ғой. Жалпы сіз өзіңіз министр болған кезде пара ұсынған адамдар кездесті ме қызметіңізде? Маған ешкім пара ұсына алмады, өйткені мен ешкімді қабылдаған жоқпын. Түсіндіңіз бе? Бірақ ебін тауып бүйтіп ұсынғандар болған шығар. Бүйтіп келе алмайтынды маған. Маған бүйтіп келген адамды көрген жоқпын. Келе алмайтынды. Сосын жаңа мен советниктерім болдым, бүйткенді жібермейді. Жалпы бәке сәкеге көз қарасыңыз қандай? Бізде қазақта кең таралған. Жақсы деп айтайын ба, жаман деп айтайын ба, бір әдісіміз бар ғой өзіміздің. Білмеймін, ол жаңағыдай әр халықтың өзінің бәке сәкесі бар ғой, мысалы. Бәке сәкесі бар ғой. Бірақ мен жаңағы өзім қарамағымдағы қызмет жасайтын адамдарды бәке сәке қылып алған ештеңем жоқ. Қолынан іс келе ме, жұмыс жасайды. Іс келмей ме, кешір айналайын. Сол. Жастарға көңіліңіз тола ма қазір? Бұлай жалпы айтқанда, білімді жастар, мен соны айтайын. Мен жаңағы көшеде аузына не келіп, не қойып жүргендерді айтып атқан жоқпын. Білімді жастарды, интеллигенттік жастарға мен көңілім толады. Неге деңіз? Біріншіден, темекі шекпейді. Қазір ол уже мода емес. Темекі шегу деген нашаны былай қояйық. Мода емес. Арақ ішпейді. Менің өзім балдарым бар, оның қасындағы айналып жүрген адамдар бар. Арақ ішпейді. Сосын артық жаңағы сөз айтпайды. Балағаттау, бірдеме дегенде ондай. Мен тағы да айтайын сізге, жастарды кішкене бөлу керек қой бір-бірімен. Мінекей, жастардың ішінде қаймақтары, оған көңілім толады менің. Жынысын ауыстыратын жастарға көз қарасыңыз қандай? Ол былай ғой, олар ол ауру. Ол адамның психикасы ауырғаннан кейін болатын нәрсе. Мысалы, Таиландта енді көп нәрсе сояқтан шығып жатыр ғой, Таиландта. Бізге де келді. Ол жақта заңмен рұқсат етіп те қойған. Мысалы деген бір жас бала өсіп келіп, 17-18-ге келгенде айтады, ой, мен қазір қыз болуым керек екен деп. Кейбіреулер шектеледі. Кейбіреулер айтады, жоқ, ары қарай мен енді немді ауыстырыңдар, жынысын ауыстырыңдар. Оны да ауыстырады. Ол операция жасап ауыстырады. Барлығын ауыстыруға болады, тек мына голосовой связка дейміз ғой, дауысын ауыстыра алмайды. Жуан күнде қалады сол. Жуан күнде қалады. Бәрін ауыстыруға болады, тек анау жуан дауысты болып қалады. Бізде ондай жыныс мүшесін ауыстыруды қалайтын жастар көп па? Сіздерге хирургтарға келген кезде? Жоқ, маған ешкім келген жоқ. Мына институт урологияда осыдан 1-2 жыл бұрын директор айтып жүрген, біз жасай аламыз деп. Жасаған білмеймін, бірақ жасай аламыз деп айтты. Директор сөйдеген естіді мен, біз жасай аламыз деп. Бірақ жасады ма, жасамады ма білмеймін. Соған барып отыр, соны айтылады, сонда да барады. Алдын ала қазір осы сұрақ үшін кешірім сұрайын, бірақ пікіріңізді білу маңызды. Егер Құдай сақтасын, бірақ сіздің немерелеріңіз, бір туысқандарыңыз келіп сізден осындай, мен осындай едім деп ақыл сұрап отса, сіздің бірінші реакцияңыз қандай болуы мүмкін? Мен бірінші реакциям оны өзгерту, оның психологиясын. Ақылменен айтып өзгерту. Ең бірінші реакция солай. Ұрыспай, ұрысқан, егерде адам ұрысып бір жаңағы бір нәтижеге жетем деген, ол теріс, ол
былай айтқанда онымен ештеңе шешілмейді. Түсіндіңіз бе? Адамды тектен тек айтпайды, homo sapiens деп, человек разумный дейді. Менен бір соңғы сұрақ. Жалпы, жаңа айтып жатсыз ғой, сіз секілді дәрігердің мамандығын таңдап, бұл қиын мамандық енді, шыны керек. Әр ер азаматтың артында әйел адам, жұбайы қолдайды өмірде, жұбайыңыз туралы айта кетсеңіз, ол кісі де дәрігер ме? О да дәрігер, ол да пенсияда, пенсионер, үйде немерелерді қарап сөйтіп отырады, болды. Қалай танысып жүрсіздер? Жоқ, ол деген YouTube айтатын әңгіме емес қой. Сұхбатыңызға үлкен рахмет, уақытыңызды бөлгеніңізге. Рахмет аға. Үлкен рахмет айтамын. Қызықты сұхбат болды. Жақсы. Рахмет. Біздің бүгінгі сұхбатымыз осындай қызықты өтті. Біздің арнаға түтікшені басып, қосылып, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Бізге ол өте мұқтаж. Келесі көріскенше. Сау болыңыздар.